Балалы болып, дертіңнен айығып баспана аласың. Әлмерек бабаның зираты қандай тылсымдарға толы. Қазақта әулиенің басына барып түнеп, дұға тілек тілеу бағзы заманнан келе жатқан дәстүр. Қасиетті қазақ даласы әулие мен әнбиелердің мекені. Бүгінде сондай қасиет қонған жерлердің бірі Алматы маңындағы Әлмерек бабаның басына баратындардың қатары көбейген. Бұл қорымға адамдар еміне шипа іздеп, бала сұрап, жолын ашу үшін баратын көрінеді. Мәселенің мән-жайын біліп, құдіретті деп саналатын жерді көру үшін Стан Кезет журналисті Әлмерек бабаның басына барып қайтты. Мұнда келушілердің тағдыры мен бабаның қасиеті туралы шығарылымды назарларыңызға ұсынамыз. Алматыдан 30 шақырым жерде орналасқан Әлмерек бабаның зиратына кесене соғылған. Тарих беттеріне көз жүгіртер болсақ, ел есінде Әлмерек өзі ұлы жүздің Албан руынан шыққан батыр, абыз ретінде қалыпты. Ол 15-16 ғасырларда өмір сүрген деседі. Әлмерек батыр 22 жасында Қалмақтың Шонжы деген батырының басын алған. Асқан батырлығымен көзге түскен жас жігіт өмірінің орта шағында ру басы, айтқаны айдай келетін аузы дуалы абыз болған екен. Қартая келе Әлмерек әскерге сарбаз жаттықтырумен айналысады. Шәкірттері атақты Райымбек батыр, өз немересі Саурық батыр. Ұзақ батыр да осы кісінің тікелей ұрпағы. Әлмерек Тәуке ханның 7 жарғысын жазуға атсалысқан Жетісудың ықпалды азаматтарының бірі болған деседі. Әлмерек бабамыз Албан руынан шыққан, Албанның биі болған кісі. Тәуке ханның тұсында өмір сүрген, жас кезінде батырлығымен аты шықты. Кейіннен келе өзінің ақылдылығымен, білімділігімен, даналығымен халыққа танылды. Ұрпақтарының болашағын болжай білген. Өзінің 5 ұрпағының қалай өсіп өнетінін айтып кеткен. Райымбек батырдың атасымен тұстас өмір сүрген. Бізге жеткен мәліметтер бойынша Райымбек батырға 2 рет бата берген. Бір рет 4 жасында ойнап жүргенде, екінші рет 17 жасында жоңғарлармен соғысқа аттанарда берген. Өтеген батыр, Малай батыр Әлмеректен бата алған. Әулие бабам Әлмерек шын сыйынсаң әл береді деп жатады дейді 20 жыл бойы қабір басында жұмыс істеген Алтыншаш апа. Дінмұхамед Қонаевтың нұсқауымен 90-шы жылдары Әлмерек бабаның артында қалған ұрпақтары жиналып ас беріп, басына кесене орнатқан көрінеді. Сол кезде қарапайым мазардың айналасына шағын бақ отырғызылып, ғибадат бөлмесі салынған. Қазір бұл жер ауруына шипа іздеген жандардың ағылып келетін орнына айналды. Осы уақыт аралығында бабаның басына келіп, тілек тілеп, дертіне шипа тапқандар көп сыңайлы. Бірінің көзі көрмей, енді бір өзін қоярға жер таппай қысылса, екіншісі қотыр басқан денесін жазуға келген. Мұндай жағдайлар өте көп. Әртүрлі ауруға шалдыққан адамдар келеді дейді Алтыншаш апа. Әркім басына берген дерттен шипа іздеп, әулие маңындағы 5 бұлақтан су ішіп, жуынып, дұға етіп, тілек тілеп қайтатыны да жасырын емес. Осы 22 жылдың ішінде қаншама адам келіп жатыр. Қазақта әруақсыз ел болмайды, әруақты сыйлаған қор болмайды дейді. Өзіміз талай жағдайдың куәсі болдық. Бір қыз көзі көрмей келіп, бірінші бұлағына көзін жуып, көзі көріп кеткен. Содан 45 жастағы мүлдем бала көтермеген әйелде келді. Ол да ана бақытын сезінді. Қаншама адамдар балалы болып жатады. Денсаулық сұрап келетіндер де бар. Мұның барлығын беретін бір Алла ғой. Алладан тіле. Әулиеге түне дейді ғой қазақтар. Мұндай оқиғалар өте көп. Алла ниетің мен тілегіңе береді ғой. Шын ниетпен тілек тілеп келген адамдарда барлығы жақсы болып жатады. Біреулер жар сұрап келеді, біреулер бала, енді бірі ауруына шипа сұрап келеді. Әрине, оның барлығын беретін әуелі Алла. Осы әулиенің құрметіне беретін шығар. Тек қана бақсы балгерлер емес, келген адамның барлығы қуат алып қайтады. Әулиенің басында періштелер әумендеп нұр шашып тұрады дейді. Біз өзіміз әруақты сыйлаған халықпыз ғой дейді осы кісі. Тіпті жыл сайын келіп, ем алып, дұға ететіндер де бар екен. Оған қоса Әлмерек бабаның басына көршілес орыс ағайындар да келетін көрінеді. Орыс ағайындардың өзі жандарына тыныштық тауып, сабырға келгендерін айтып, алғысын жаудыртып кетеді дейді Алтыншаш Кәрібаева. Барлығы тілегіне жетіп, бабамыздан қуат алып кетеді. Басқа елдерден де келеді. Ресейден, Сургуттан, Новосибирск қалаларынан да келеді. Олардың өздері келіп алып, кете алмай жүреді. Мына жерде 5 бұлағы бар. 2000 жылы келгеннен бір мұғалім әйел келген. Үстінің барлығын жара басып кеткен. Бармаған жер қалмапты. 3 күн қонып, суына шомылып, жақсарып кеткен. Көбі енді тұрмыс тіршіліктен шаршап, баратын жер таппағанда әулиеге барады ғой. Адамдар келіп, суына түсіп, күш алып, жадырап қайтады дейді қызметкер Алтыншаш апай.
Әлмерек бабаның басына емшілер де көп келетін көрінеді. Олардың басым бөлігі өзіне көмекке жүгінгендерді алып келеді. Зияратқа барғандардың арасында сондай емшілердің бірі Тұрақын Үмбетова да келіпті. 75 жаста алқымдаған әжей, әулиеге табынбаймыз, Аллаға сыйынамыз, әулиелер бізді қоршап қорғап жүреді дейді. Әлмерек бабаның басына халықты ертіп әкелемін. Жол ашылмағандардың жол ашылады, ауырғандар ем табады. Емшілікпен айналысып жүргеніме 25 жылдан асып кетті. Сонда да Алланың күшімен шаршамаймыз, келіп зиярат етеміз. Қиналып жүрген адамға көмектесу үшін осында алып келемін. Бұл жердің тылсым сыры бар. Алланың кереметімен адамдардың жолдары ашылып, балалары жоқтардың баласы, отбасы жоқтар отбасылы, баспанасыздар баспаналы болып жатады. Барлығы Алланың кереметімен. Бұл жер күш, әл, қуат береді. Қатты ауырып келген, дәрігерге барып ешқандай ем таппағандарда біздің алдымызға келіп жазылып кетеді. Бұл тылсым дүниенің кереметі. Әлмерек абзатаның көріп келдігі болған. Кез келген адамдарды жылы қарсы алады деп түсіндірді Тұрақын емші. Қамшы ұстаған емші әулие басына келіп, дертіне шипа тапқан жас балалардың оқиғасымен бөлісті. Тіпті медицина емін таба алмаған бала әулиелердің басына барып дұға тілек етіп, шипа тауып, баланың басы жазылып кеткенін айтады. Халық көп келеді, келіп ем алып, риза болып қайтады. Адамдарда қысым болады, әруақ қолдайды деп айтып жатады. Кез келген адам келе бермейді, ауруханада ұзақ жатады. Мысалы, жақында осы Қалқаманнан жас жігіт болды. Сонда жаңағы бала бір жерде апа бар, сол кісіге барамын деп ауруханадан шығып кетіпті. Емделіп қаралып, Әлмерек атаның басына барып, Бәйдібек атаның басына барып келгеннен кейін жаңағы бала жазылып кетті дейді бабаның басына келген емші әжейлердің бірі Тұрақын Үмбетова. Оған қоса осыдан 15 жыл бұрын ауыр дертке шалдығып, дәрігерлер емін таппаған Жанар есімді келіншекте бабаның басына үнемі келіп тұратынын айтады. Әулиелердің басына барып түнеп, Алладан тілек тілеп, қазір денсаулығы жақсарған көрінеді. Бүгін қасиетті жұма күні әулиетаның басына келіп жатырмыз. Келуіміздің басты себебі Алладан тілек тілеу. Барлығы Алланың құзырымен болатын нәрсе ғой. Алладан басқа ешкім еш нәрсе бере алмайды. Бұл әулиенің басында Алланың нұры жауып тұрады дейді. Алланың нұры жауған жерде періштелер болады екен. Сол періштелер арқылы адамзат баласының дұға тілегі қабыл болады дейді. Мен бұл әулиенің басына 2006 жылдан бастап келемін. Өйткені мен өзім 15 жылдай қатты ауырдым. Ешқандай медицина көмектесе алмады. Содан адамнан адам себеп болып, отырарда жатқан үлкен әулие бабамыз Арыстан баптан бастап, осы Әлмерек бабаның басына дейін араладым. Алладан тілек тілеп, қолдау сұрап жазылдым. 15 жылда түрлі ота жасаттым, шыны керек, медицина көмек бермеді. 41 әулиенің басын аралап өтіп, содан Алланың арқасында дертіме шипа қонды дейді Жанар. Оған қоса келіншек біз әруақтарға табынбаймыз. Кез келген нәрсеге себепші Аллах тағала екенін айтады. Дегенмен Әлмерек бабаның зиратына нұр түсіп тұр. Нұр түскен жерде періштелер болады дегенге сенеді келіншек. Әулиелер тек қолдаушымыз. Көбі әулиенің басына барады, Аллаға серік қосады деп айтып жатады. Ондай ұғымға қарсымын. Өйткені әулиелерден еш нәрсе сұрамаймыз. Ең әуелі Аллах тағаладан сұраймыз. Бұл кісілер о дүниеде жатса да желеп-жебеп, қолдап, қорғап жататынына сенімдімін. 2006 жылдан бері талай адамды көрдім. 12 жасқа дейін сөйлей алмай келген баланың тілі шығып сөйлеп кетті. Бұл Аллах тағаланың құдіреті. Қатерлі ісіктен 14 күн ғана өмірін қалды деп ауруханадан шығарып тастаған Қызылордадан бір келіншек келді. Сол келіншектің осында келіп жазылып кеткенін өзім көрдім. Алланың арқасында, әулиелердің қолдауымен адамзат баласының иманға келіп, арақтан, нашақорлықтан арылып, тазарып жатыр. Сондай құдіреті бар дейді келушілердің бірі Жанар есімді келіншек. Шырақшының сөзінше, Әлмеректің 3 некеден 8 ұлы қалған екен. Олардың 5-і рулық дәрежеге дейін жеткен. Қазір барлығының зират әкелерінің қасында. Бұл қорымда тек Әлмерек бабаның ғана емес, 300-дің беделді тұлғаларының да зираты бар. Бабамыз халыққа қызмет істеген хас батырдың өзі. Бұл кісілерге тән үлкен құдірет пен тазалық Құраннан қалыптасқан. Біз сол арқылы амал істеуіміз керек. Алланың қалаған ісін істесе, пенде де тілегіне жетеді. Сол үшін әрқайсымызға сүннет бойынша дұға қылып, Алладан сұрап, Алла деп қайтыңыздар дейді. Бұл жерге келгеннен кейін Аллаға сансыз мақтау айтып, қайтатын мекеніңізге жеткен кезде сабырға келу керек. Бұл кісінің жанында 300-дің адамдары жатыр. Сол үшін жалғыз баба емес, өте ескі қорым.
осы жерге келіп зиярат етіп, бабаларымыздың жатқан жерін көрсетіп білдіріп кеткен Дінмұхамед Қонаев еді. Бұрынғы ел басқарушымыз. Сол кісіге Аллах тағала разы болсын. Негізі Әлмеректің 8 ұрпағы бар. Жанында 8 шырағы жанып тұрады. Келгендердің саны өте көп. Адам аяғы үзілген емес. Күні-түні ағылып келіп жатады. Шипа Аллах тағаладан болады. Әуленің жанында нұр тұрады, оны ешкім көре алмайды дейді шырақшы Марат Нұрақынұлы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.